Қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге балаларымызға ұнайтын мини пицца жасап көрсетпекшімін. Ең алғаш жылы суымызға 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Одан кейін қант саламыз 1 шай қасық. Одан кейін 1 шай қасық құрғақ аштығымызды саламыз. Одан кейін сұйық майымызды қоямыз. Осылардың барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды саламыз. Және жұмсақ етіп қамыр ашытамыз. Қамырымызды жұмсақ етіп ашытамыз. Мінекей, қамырымыз да дайын болып қалды. Енді осы қамырымызды жылы жауып 45-50 минутқа қойып аламыз. Сол уақыт аралығында өтті. Міне, қамырымыз 2 есе көтеріліп тұр, дап-дайын. Қазір енді осыдан пиццамыздың нандарын күлшелеп дайындайтын боламыз. Қолымызға сұйық май жағып алып, осылай шетінен алып, күлшелеп жасаймыз. Мінекей, қамырымызды күлшелеп дайындап қойдық. Енді қамырымыз сәл көтерілгенше дайын керек заттарымызды пиццаға қосатын тураймыз. 4 піштілеп барлығында 4 піштілеп турап аламыз көбек қылып. Бірінші міне ірімшікті турап жатырмын. Шұжығымызды тураймыз.
Тұздалған қиярымызды да осылай 4-5 тап турап аламыз. Өзімнің қолдан жапқан қиярым мынау. Одан кейін қызанақтарымызды турап аламыз осылай. Енді дайын күлшелерімізді осылай вилкамен тесіп аламыз. Енді кезекпен кезек майонезіміз жағамыз. Одан кейін майонезге томат болмаса кетчуп қосып осылай қоспа жасап үстінен жасап аламыз. Енді жаңа туралған 4-5 турап қойған ингредиенттерімізді кезекпен кезек салып шығамыз. Мінекей дайын. Енді бұны 180 градусқа жарты сағатқа қойып пісіріп аламыз. Міне, пиццамыз дайын. Ас болсын.